Құйрық май – құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Құйрық майды науқасқа пайдалану қазақтың кең таралған меншікті дәстүрлі емі. Кішкене нәрестені қырқынан шығарғанша суға түсірген кезде денесін құйрық маймен сылайды. Ал қыз ұзатып келін түсіргенде құдалар бір-біріне құйрық бауыр асатып, отбасылы өмірдің май сияқты жұмсақ та сыйластыққа толы болғанын қалайды. Адам дүниеден өткенде жағатын қырық шырағын да құйрық майға шылайды. Осының өзінен қазақ өміріндегі құйрық майдың рөлін көруімізге болатыны сөзсіз. Біз құйрық майдың емдік рөлін жиі айтқанымызбен, оған кереғар пікірлерге ғылыми дәлел таппай қиналатын кездеріміз де болатыны да шындық. Кейбіреулер мал майының қандағы холестерин мөлшерін жоғарылатып, жүрек қантамыр ауруларына ұшырататынын алға тартып жүр. Алайда қарапайым ғана сұрақ: сіз өзіңіздегі артық қаражатыңызды қайда сақтайсыз? Әрине, банкке, болмаса қиыншылық кезінде оңай алып шығатын орынға. Мал да сол секілді артық жақсы қор заттарын май ретінде сақтайды. Қой жаз айларында, әсіресе шілдеде қарақұртты, бүйіні, басқа да улы жәндіктерді іздеп жүріп жейді екен. Ал удың өзінде емдік қасиеттер, сырқатқа шипа болатын дәрумендер болатыны белгілі. Тек оны белгілі бір мөлшерін сақтап қана пайдаланған кезде ағзаға дәрі ретінде әсер ететін көрінеді. Қазірге дейін қойдың құйрық майын және емдік рөлін зерттеп жүрген адамдар жоқтың қасы. Халқымыз көп нәрсені біліп дұрыс қолданған. Ел аузында жүрген халық медицинасында әртүрлі дертке қойдың құйрығынан жасалатын емдік қоспаларды оқырман назарына ұсынуды жөн көрдім. Денені неге сылайды? Құйрық майдың құрамындағы стеарин қышқылы теріні жұмсартып, ауа өткізгіштігін тездетсе, пальмит қышқылы теріні қайта қалпына келтіріп, тез түлеуіне әсер етеді. Ал денеге сіңген алеин қышқылы жоғары қуат береді. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Нәресте қол-аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, дене сымбатты болып өседі. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Бала сылаумен, қар қылаумен өседі деген халық нақылының астары да осында жатыр. Қойдың құйрық майындағы басқа пайдалы қасиеттері олардың жеген шөбі мен ішкен суына және нәсіліне байланысты. Пайдалысы жағынан отты жерде жайылған қазақтың қылшық жүнді қойы, еділбай, шу қой тұқымдары алда тұрады. Халық емінде қолданылатын қоспалар. Сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын 2 үлкен қасық құйрық майда араластырып әбден ертеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәріні теміреткі, ешкі қотыр, күйдіргі, күбірткі және тағы басқа қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған. Сондай-ақ құйрық майды емген балаға тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салып сорғызып қойған. Баланың тамағы ауырғанда дәрі ішіп, жөтелі басылмаған кезде құйрық майды ертіп берген жөн. Бұл майды ертудің 2 жолы бар. Біріншіден, құйрық майды табада шыжғырып ерткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Ерткеннен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Сонда ол піскен құйрық май болады. Салқындатқан кезде май судың бетінде қалқып қатады. Соны жинап бір ыдысқа бөлек ертеді. Оған сарымсақ қосып біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы өкпе ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшәла салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақтың халық емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибеде бар. Ежелден көзін малмен ашқан халқымыз ішсе сусын, жесе тамақ, кисе киім болған 4 түлік малдың қасиетін біліп,
оны күнделікті тәжірибеде қолданып та отырған. Індетке қарсы күрес кезінде де атамыз қазақ қолданған халық емінің пайдасы зор екені даусыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегендей, айнала қоршаған ортамен үндестікте өмір сүріп, ата-бабаларымыздан қалған рухани мұраны, яғни халық емдерін де инфекцияны жою үшін пайдалана білген дұрыс. Рухани үндестік деген де осы.